Қайырлы күн, мен сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жасалуы өте оңай әрі дәмді оливье салатын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар: қайнатылған картоп, жұмыртқа, сәбіз, консервіленген аспұршақ, колбаса және тұздалған қияр және де майонез. Достар, енді біз қажетті заттарымызды араластыратын боламыз. Ең бірінші біз қайнатылған картоптың үстіне сәбіз қосатын боламыз. Бүкіл ингредиенттерді біз осылай төрт-бұрыштап турап аламыз. Енді араластырамыз. Енді үстіне жұмыртқа қосамыз. Енді үстіне колбасамыз бен тұздалған қиярымызды қосамыз. Аспұршағымызды қосамыз. Майонез қосамыз. Және де тұз қосамыз. Тұз қосқанда өте мұқият болу керек. Тұзды көп қосып қойға болмайды. Себебі біздің колбасамызда да, майонезімізда да, тұздалған қиярымызда да тұз бар. Енді бәрін жақсылап араластырамыз. Сонымен осындай аз уақытта біздің салатымыз дайын болды. Оливье менің ең сүйікті салаттарымның бірі. Ендеше дәмін көрейік. Өте дәмді. Ендеше сіздерге рецепт ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырау шайнап басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.